бұл есепті қалай шығарамыз? X, Y, Z-тің қосындысы ол бізде былай жазайын. X, Y қосу Z ол бізде Y-ға тең емес, бірақ Y қосу 10-ға тең. Неге? Себебі мына жерден 2 таңбалы сан шығады. Мысалы 16 деген сан болса, соңы 6 мен аяқталады, бірді ойға алып, запастан келесі санға қосу қылып өткіземіз. Сонда бізде X қосу Y неше тең болады? X қосу Y қосу 1 ол бізде Z қосу 10-ға тең болады. Тоже 2 таңбалы сан болуы мүмкін, Z қосу 10-ға тең болады. Бізде бұл жерде де 2 таңбалы сан болғандықтан бірді қосу өткіземіз. Сонда X қосу 1 бізде Y-ға тең сан шығады. Бізде осында 3 түрлі теңдеу шықты. Енді не істеймін? Y-тің орнына X қосу 1-ді апарып қойылым. Мына жерде Y-тің орнына X плюс 1-ді қойылым. Сонда менде X қосу 1 қосу 1, мына жердегі бірде бар, тең Z қосу 10. Мен бұны былай жасайын. Осы жерге тең болып тұр. Енді осыны есептейтін болса, X-ға X-ті қоссақ 2X. Так, 1-ге 1-ді қоссақ 2, теңдіктің ар жағына өтсе минус өтеді, сонда 8 болады мына жақта. Z-ті бер жағына минус қылып өткізсе, минус Z. Енді мен не істеймін? Осы жерден былай жазсам болады. Так, жоқ, тоқта. Біз мына жерде 10-ды емес, Z-ті емес, 10-ды өткізейік. Сонда бізде минус 8 болып өтеді, тең Z-ға. Енді біз Z-тің орнына 2X минус 8-ді қойылам. Енді не болып жатыр? Бірінші теңдікте Y-тің орнына X плюс 1-ді қоям, Z-тің орнына 2X минус 8-ді қоям. Ал енді есептеп көрейік. Мысалы, осы жерде қалай болады? X қосу Y-тің орнына қойып жатырмын. X плюс 1 қосу Z-тің орнына қойып жатырмын. 2X минус 8 тең Y-тің орнына қоям. X плюс 1 так, қосу 10. Өзіндегі 10 бар. Так, енді не болады? Барлығы X, осы жерден X тауып алсақ болады. X, 2X қоссақ 4X. Мына X минус өтеді, сонда азайтсақ 3X қалады. Тең деп қоям. 1-ді 8-де азайтатын болсақ минус 7, ол теңдіктің жағына плюс 7 өтеді. 1-ді қоссам 8, оған 10-ды қоссам 18 болады. Осы жерден X тауып алуға болады, ол бізде 6-ға тең. Ал енді X 6-ға тең екен, онда біз осы арқылы Z-ті тауып алсақ болады. Z нешеге тең болады? Z-ті тең 2X азайту 8 деген орнына қойып жатырмын. 2 көбейту 6 азайту 8. Ол бізде екі жердегі 6, 12, 8 азайтсақ 4. Z 4-ке тең. Таптық, Z тең 4-ке деп жаз қоям. Енді мен Y табам. Y тең болады. Мына жерге апарып қоям. X плюс 1, яғни 6 қосу 1. Y сонда бізде 7-ге тең. Бізде бұл санда табылды. Енді бұның нақты әрі дұрыс екенін білу үшін мына жерге орнына апарып қояйын. Бірінші кезекте 6 X-тің орнына, X, Y-тің орнына 6 мен 7, X, Y, Z-тің орнына 6, 7, 4. Қосындысы 6, 7, 4-ті қосатын болсақ 17, 7 1 ойда. Оны қосатын болсам 6, 7, 13, ойдағы 1 мен 14, 4 1 ойда. Оны қосатын болсам 6-ға 1-ді қоссақ 7 болады. Сонда 747. Тура келіп тұр. Олай болса мына жердегі шартты орындаймыз. 6 көбейту 4 азайту 7. Сонда 6 жердегі 4 бізде 24 береді. Одан 7-ні азайтсақ 17. Жауап 17 болады екен.